Бәріңізге сәлем, құрметті оқырмандар. Бүгін сіздермен бөлісетінім бал бауырсақ немесе ши бауырсақтың рецепті. Әркімде әртүрлі рецепт болуы мүмкін. Менің рецептімді қарап көріңіздер, мүмкін сіздерге ұнап қалар. Бізге керегі жарты кесе бал. Бал біраз тұнып қалған бал екен. Қазір миксерлейміз. Және 4 тал жұмыртқа, жарты кесе сұйық май. Ең алдымен ыдысқа жұмыртқаны салып, миксерменен миксерлеп аламыз. Содан соң балды қосып миксерлеп аламыз. Содан соң сұйық майды қосып миксерлеп аламыз. Ең соңында ашытқымен бір ас қасық ашытқымен жарты шай қасық сода қосып миксерлеп аламыз. Содан соң ұнды аз-аздан қосып отырып, араластырып отырып қамыр илейміз. Шамамен 500 грамм айналасында ұн кетеді. Қамырды аса қатты бос қылмай немесе аса қатты қылып жібермей, қалыпты қылып илеп алсақ болады. Содан соң қамырды бетін жауып, жылы жерге ашытып қоямыз. Қамыр 2 есе үлкейіп ашыған соң оқтауменен алдыменен сәл жұқалау қылып жайып аламыз. Содан соң кесіп шығамыз. Кескенде домалақтап кессеңіздер де болады. Өздеріңіздің қалауларыңызша кессеңіздер болады. Мен 4 бұрыштап кесе салдым. Кубиктап кесе салсақ та болады. Осылай да әдемі болып шығады піскен кезде. Әрі бұл өте оңай болады, осылай кесе салған. Тез болады. Содан соң қызып тұрған майда орташа отта қуырып, қызартып пісіріп аламыз. Өте дәмді, өте тәтті, сондай жұмсақ болып шығады. Арасын көрсеңіздер, арасы да өте нығыз. Маған дәл осы рецепт өте ұнайды. Сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егерде сіздер соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк басып, каналыма жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.